Siz Серікжан Біләшті қолдайтыныңызды ашық айттыңыз. Ал қазір көзқарасыңыз өзгерген жоқ па? Жоқ, өзгерген жоқ. Себебі менің көзқарасым өзгеретіндей ешкім ешқандай дәлел көрсеткен жоқ. Серікжан Біләшұлына террорист деген айып тағылған кезде жүрегім қанжылады. Бір жағынан бірақ келсем, немен келсем? Я Серікжан Біләшұлы террорист. Кім үшін террорист? Қытайлар үшін террорист. Қазақ үшін емес. Ол қазақ үшін жанкештілік жасап отырған жалғыз жігіт қазір. Сол ар жақтағы өзіміздің бауырлардың жоғын жоқтап, мен сізге қазір бір емес 100 мысал келтіріп беремін. Мен көзіммен көрдім, сол жерде өзінің туған туыстарынан айырылып, әке шешесінің қайда қалғанын білмей отырған. Менің әкемнің туған қарындасының қайда екенін білмейміз қазір. Ешқандай хабарымыз жоқ. Жалғыз сол жерде бағдаршам болып отырған сол Серікжанның үйіне жүгіріп, міне сенің туысың мына жақта, мынаны мында жаз деп, басқа ешқандай бір артық әрекет көрген жоқпын мен одан. Сондықтан әлі күнге мен Серікжан Біләшұлын өзінің саласында қайраткер санаймын.